Азан радиосында ізгі қоғам. Ассалаумағалейкум, қадірлі Азан радиосының тыңдармандары, құрметті көрермен, әлеуметтік желідегі баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі ойға алған істердің сәтімен жүзеге ассын дейміз. Біз әдеттегі тікелей эфирде ізгі қоғам рухани танымдық бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы өздеріңіз білетіндей, бүгін халықаралық отбасы күні деп аталып жатыр. Жалпы осы тақырып аясында отбасының қоғамдағы маңызды, отбасында әкенің рөлі деген сияқты тақырыптар аясында бүгін сөз қозғайтын боламыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта Атырау облыс әкелер кеңесінің мүшесі, көп балалы әке Ермекқалиев Әлібек Серікқалиұлы мырза келіп отыр. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар. Көңіл күйіңіз қалай? Аллаға шүкір. Қызметтеріңіз, үй іштеріңіз бәрі жақсы ма? Шүкір, Алла деп жүріп жатыр. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет айтамыз. Енді бізде отбасы күні, әкелер күні, аналар күні көп қой жалпы. Бүгінде бір осындай айтулы дата болғаннан кейін жалпы осы салада өзіңіз жаңағы жұмыс жасап, өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді ортада, қоғамда білдіріп жүргеннен кейін сізді шақырып отқан жайымыз бар. Уақыт бөлгеніңізге, келіскеніңізге рахмет айтамыз. Жалпы енді отбасы деген бұл енді ауқымды тақырып, айтылып та, жазылып та жүр ғой. Десе де енді қазір мына қоғамда өте күрделі мәселелердің бірі де осы отбасылық тақырып айналып келгенде. Жалпы енді алдымен жаңа әкелер кеңесі деп жоғарыда айтып кеттік қой. Осы кеңестің негізгі маңыздылығы жөнінде жаңа мектептің жанында болсын, қандай да бір ұйымдардың жанында да осындай әкелер кеңесі, ата-аналар кеңесі деген болады ғой. Жалпы осы кеңестің негізгі жұмыс барысы туралы бір өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз, қандай бағытта жұмыс жасайды? Жалпы енді мына заманымызға қарай ыңғайланып келіп, осы әке дегеннің, әкенің рөлі, жанұядағы рөлі байқасаңыздар көп жерде кенже алып келе жатыр. Соған сәйкес мына отбасында деген әкенің басты рөлі қандай, әкенің алатын орны қандай, әкенің балаға беретін тәрбиесі қандай, осы уақытта жүргізу мәселесі. Сонымен қатар қазіргі қоғамның арасында ынжық әке деген терминдер көтеріліп бара жатыр. Яғни бұл жерде әкенің жанұяда деген жаңа басты рөлі қандай екен кенжелеп бара жатыр. Соған сәйкес осы әкелер кеңесі құрылып жұмыс жүріп жатыр. Бұның басты мақсаты жаңағы әке мен баланың арасында қарым-қатынас қалай жүрілу керек, сыйластықты қалай арттыру керек. Яғни басты әкенің жалпы тілмен айтқанда жүріс-тұрысы мен іс-әрекеті, айтқан сөздері бір-бірін ұштасатындай күйде болу керек. Соған сәйкес осындай кеңес жұмыс жасап жатыр. Барынша жаңа кейбір спорт шаралары да өткізіп жатыр. Кейде мысалы тренингтер нелерді өткізіліп жатыр. Бұл барынша жанұяда әкенің алатын рөлі жөнінде. Өте жақсы. Жалпы қазақ айтады ғой, жаңағы бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды деп. Енді осы әке тәрбиесіне қатысты көптеген мәселелер көтеріледі, көптеген ой пікірлер ортаға салынады. Жалпы енді біз көбінесе мына балалар отбасында әкенің образын, бір әкенің бейнесін қатқыл түрде көреміз ғой. Жалпы көбінесе анасына айтады көптеген сырларын деген сияқты. Жалпы әкенің өзіндік орны қандай, және осы бала мен әкенің арасындағы байланыс, қарым-қатынас қандай болу керек, неден бастау керек? Сол жөнінде ойыңызды білдірсеңіз. Енді өмірде, образда да әкенің банағы алатын орны қатал дегенге ол ұғым бар нәрсе. Бұрын соңды білесіздер ғой, енді әкең келе жатыр деген үлкен бір ұлағатты сөзде баланың әсері, әрекеті қалай болатыны бәріміз мысалға көріп айтып жүрдік. Қазіргі жағдайда әкең келе жатыр десе, балалар маңқ етпейді. Яғни сонда бұл әкенің ол кезде қорыққандығы ма, әлде әкені сыйлағандығы ма? Сол сияқты әке мен баланың арасында қарым диалог болу керек міндетті түрде. Бұрын біз айтатын едік, біз манағы аш бала тоқ баламен ойнамайды деп. Қазіргі заманда аш баладан тоқ баланы тәрбиелеу қиын дейді. Байқайсыздар ма? Оның дәлел ретінде мысалы көптен көресіз, мысалға көп ерке балалар, көп жаңағы көпке топырақ шашпаймын, бірақ біраз байқайсыздар, мысалға ерке өскен, жалғыз өскен балалардың арасында көптеген жаңа қисынсыз әрекеттер туындап жатады, көріп жатыр, естіп жатырсыздар. Яғни ол жоқшылықты көрмеген бала да. Сол көрмегеннен кейін менде бәрі бар, жетеді деп неше түрлі әрекетке де бар жатқан
фактілер кездесіп жатады. Енді қазір олай айтты деп мен көпке топырақ шашпаймын, бірақ іліп аларлықтай мысалдар нелер көріп жатасыздар. Ал енді аш бала болса, ол мысалға мен өзім көп балалы болғаннан кейін, мысалға біз алғашқыларына киім алсақ, кейінгілер сол киімді жалғастырып киіп келе жатыр. Оның өзі мен тәрбие деп түсінемін. Мен енді өзім жанұяма келіп соқталатын болсақ, менде көптеген бір қазір айтсам біреулер басқаша түсінуі мүмкін, бірақ шектеулер бар менде. Мысалға қарапайым тәрбие жағынан алайық. Ана мен ананың мысалға әйел рөліндегі тәрбиесі. Яғни дастархан басындағы және де мысалға шындыққа келейік, мен жолдасым мына асқанда міндетті түрде нан иеленеді. Бұл мендегі үйдегі бір тәртіп. Ал бұл тәртіп болғанмен, бұл біздің бана көне дәстүріміз және де бұл банаға қыз балаларға беріп жатқан тәрбиеміз. Үлгі дейсіз ғой. Үлгі. Қазіргі таңда шыны керек көптеген адамдар, мысалға мен ортаға келген кезде сұрақтар қоямын жас келіндерге. Шындықты айтыңыздаршы, ас келген кезде сізде асқа нанды қайтесіздер деп. Сол кезде мысалға біраз пайызы біз дайын сатып аламыз дейді. Ал қолдан иленген нанның орны бөлек. Ал бұл ертең мен осылай үйленсе, жолдасым ары қарай қыздарға өз тәрбиесін береді. Екінші мендегі бір мәселе алда қоятын, менде 10 жасқа дейінгі балалар мүлдем телефон қолына ұстамайды. Мүмкіндігінше теледидардан қарайды. Бұл енді қатты кездеп айту мүмкін біреулер. Бірақ бұл менің біріншіден қауіпсіздігім, екіншіден оның денсаулығы. Қазір мысалы мәлімет жүргізіп көріңіздер, опрос жүргізіп көресіздер ма? Мысалға қазір көз дәрігерлерінде қанша бала көзін қаратып жатыр. Оған бірден бір себеп мына телефон. Себебі телефон, мысалы мен кейде сұрақ қоямын да, мысалы балаларға. Бір тәулікте қанша уақыт бар деп, 24 сағат деп айтады. Сосын мен сұрақ қоямын да, мысалға, неше сағат ұйықтайсың, неше сағат түскі ас ішесің, неше сағат сабаққа дайындаласың, неше сағат телефон ойнайсың, неше сағат бана әке шешең көмек, сонда аналар 24 сағатқа сыймай қалады. Осыны мысалға нелер, бұның бәрі осындай реттеліп тұратын болса, бұл да бір үлкен бір тәрбие деп ойлаймын. Үшіншіден, мендегі бір тәрбие бәріміз біріміз үшін деген қағидан бар. Бұл жерде мысалға бір адам мінаға тәртіп бұзып қойса, шаралар алынады біздің үйде. Бірақ шараны бір адам алмайды. Бәрі бірігіп алады. Ал бұл жағдайда неге біреу үшін, маған сұрақтар қой, неге біреу үшін бәрі жауап беру керек? Жоқ, олай емес. Бұл жерде керісінше бірін жаңа істеріне қолдау көрсетіп, жаман істерін болдыртпауға жұмылдырылатын нәрсе. Осыны мысалы мен өз тарапымнан тәрбие бар. Ал мысалы менде әке мен баланың арасындағы ер азаматтар келіп тірелетін болсақ, онда әскери тәртіп бар. Яғни менің сөзім заңды болу керек. Сосын қазағымыздың жақсы сөзі бар, бірігіп пішкен тон келте болмас деген. Мүмкіндіктер болса, біз дастархан басында кешкісін толық отбасымен жиналамыз. Сол кезде еркін әңгімеде жүргіземіз. Жасыратын жоқ, енді қыз балаларымыз шешесі арқылы, анасы арқылы шығады да, ер балалар қолдан келгенше маған айтып жатады. Анандай тәртіптен кейін айтуға қысылмай ма, жүрек сынып? Жоқ, жүрек сынатын болған кезде жақсы нәрселер бар. Дастархан басында еркін сөйлеген ол жақсы нәрсе. Себебі біреудің жаңағы мүмкін мен өткеннің тәрбиесінде болған шығарым, қазірдің тәрбиесі басқаша олар салыстырмалы түрде қарап, бір шешімге келуге тырысуға болу керек. Ал енді тек жаппай мен әкемін, мен қаталмын, болмайды деп жаңа төттесін кесіп тастау менде ондай әрекет жоқ. Керісінше ортаға салып, шешіп, мүмкіндігінше қолға алып жасап жатамыз. Мысалы мен үлкен қызымда да қазір мысалға ол жұмысқа араласты, бірақ үлкен қызымның тәрбиесінде кешкісін бәріміз жиналмай дастархан басында отырмайды. Мен келмей дастархан басында отырмайды. Себебі толып жанұя басында отырғанымыз жақсы да. Береке дейсіз ғой. Мысалға қазір мысалы бана айтып жатырмын, әке деп жатырмыз. Қазір байқасаңыздар, жасыратын жоқ, көп үлкен ағаларымыз дастархан басында өсиет емес, өсек айтып жатқан кездер болады. Өсек дегеніміз не? Мысалға телефонаны бүйтіп қойыпты, телефон қарайды, бүйтіп қойды, сөйтіп қойды. Керісінше үлкендеріміз бүйтіп еді, үлкендеріміз осындай жасап еді, осы тәрбиені біз жолай қылмайық, қолға алайық. Бұрынғы салтымыз ол ешқандай шариғатқа қарсы емес. Осы қолданады деп нор керісінше өсиет айтса, ол жақсы болады. Керісінше бізде қазір мысалы дастархан басында өсиеттен гөрі өсек айтатындар көбейіп бара жатыр. Дұрыс айтасыз. Жалпы бұл қоғамның да енді үлкен мәселесі деп айтуға болатын шығар. Жалпы енді балаға тәрбие бермес бұрын алдымен жаңағы өзің тәрбиеле деп айтады ғой. Сол бала сенің жаңағы
айтқаныңды емес істегеніңді көрген жасағанын көріп өседі деп. Жалпы ата ана алдымен өзін қалай тәрбиелеу керек баланың алдында үлгі болу үшін? Қалай ұстау керек? Бұл жерде әке мен ананың арасындағы нәрсе ең біріншімен дұрыс болу үшін бірінші былай айтқанда әйелі мен жолдасының күйеуінің арасындағы бірінші сыйластық болу керек, түсіністік болу керек. Мысалға былай ғой, қазір жасыратын жоқ, билік алып анағы әйел тең құқылымыз, үкіметтің алдында мүмкін тең құқылы болармыз, бірақ отбасында әйел баласының бір саты төмен болуы орынды деп ойлаймын. Сонда жағдайда, мысалға болған жағдайда, ер адам көтеріп жатқанда әйел адам төмен түсе қойса, онда ешқандай жанжал болмайды. Бізде қалай болады? Көп жерде енді ер азамат көтеріп жатса, міндетті түрде әйелі жауап қайтарып, ортада ұрыс керіс басталады, оны бала қабылдайды, сосын жаңағы бала кімді жақтарын білмей қалады, екі ортада жаңа не болып қалады. Мен шүкірлік етемін өзіме, мен айтып жатырмын, көп балалы әкемін, 3 ұл тәрбиелеп отырмын, енді қыз балалар да шүкір, енді 3 ұлға айтқан кезде айтайын. Мен мысалға кеткенде бір тапсырманы айтып кетем, шешесіне айтып кетем, ал осы шаруа жасап қойсын. Ол балалар жасап қойуға тырысады. Себебі мен олардың қолдарының мүмкіндігінше әлі келетін нәрселер айтамын да, әлі келмесе мен өзім бірге жүріп жұмыс жасаймын. Жолдасым соны балаларына жеткізеді. Мысалы, әкелерің осылай айтып кетті, осыны реттеп қойыңдар. Келгеннен кейін ол жұмыс жүріп жатады. Ол жерде балалармен қорққаным емес, керісінше олармен барынша еңбекке баулып, үйренуге жұмыстан жатамын. Сосын үлкендер сыйлауға қолдан келгенше. Мысалға, бұрын соңды бізде мынандай кез, мысалы үлкендер кетіп бара жатса, біз жүгіріп барып алатынбыз да, көмектесіп. Керісінше қазір өтіп бара жатып балам көмектессе, ішеңізші де қанша бересің деп сұрап тұрады. Байқайсыздар ма? Бұрын мысалы асар деген де болды, ол да жойылып кетті. Балам көмектесіп жіберсе, қанша бересің деген сөздер өте көп жүреді. Қазір өмірдің бәрі бір сату болып кетті да. Бірақ үлкендері сыйлау, оған ізет жасау, кішілерге ізет болу, үлкендері сыйлау, ол соны қазағымыздан күнеден келе жатқан нәрсе да. Сол себептен тек бұл жерде әке банағы жанұя тәрбиесі жаңағы әйелі мен жолдасының арасындағы байланыстың дұрыс болуы. Яғни әйел баласының бір саты болса төмен ұстап, әкенің рөлін арттыру. Сондай жағдайда ғана әкенің рөлі бала шағасының алдында абырой өседі. Осы бұндай болған жағдайда балаға тәрбие беруге мүмкіндік артады деп ойлаймын. Бала сен өзің айтқандай, ұшқанда ұядан нені көрсең ұшқан соны аласың деп, үйдің ішінде күнде жанжал болып жататын болса, ол тәрбие емес деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Жалпы енді қазір ата-аналардың барлығы таңнан кешке дейін жұмыста болады. Жалпы осы баланың тәрбиесі кім айналысады деген сияқты сұрақ көп туындап жатады ғой. Енді өзіңіз де білесіз, мына заманның жақсы дамығаны дейміз бе, қолжетімділік дейміз бе, қазір мына әлеуметтік желіде болсын, былайда болсын, мына отбасылық тәрбие жөнінде көп пікір білдіретін, бағыт бағдар беретін дейміз бе, жаңағы психолог мамандар, басқа да жаңағы коуч, тренерлер деп айтып жатамыз. Қазір көп қой. Осындай адамдардан барып та пікір алып жатады. Жаңағы ата-аналар арнайы жаңағы топты адамдар жинап бір семинар өткізіп жатады деген сияқты. Жалпы бұл көзқарасқа өзіңіздің ойыңыз қандай? Жалпы осындай мамандардың көмегіне жүгінген дұрыс па, қаншалықты дұрыс, және ол қалай өзінің нәтижесін береді деген сияқты ойға. Ал енді мен мынандай кері сұрақ қойайыншы. Мысалға сіз жаңа бір сөзін айтып қалдыңыз, жұмыс басты, уақыт жоқ деп айтып жатады. Енді мен бір сұрақ қоямын да, мысалға сол азамат болсын, азаматша болсын, мына тойға барарда, сәнденуге, жігіттер кездесіп, жаңа ойын құмарлыққа барып, бәрін уақыт табылады ғой. Яғни артық уақытымыз біздің бар. Ал дәл сол уақыттың бір сағатын күнде балаға бөліп тұрса, мүмкін бе? Мүмкін. Себебі мен жаңағы боянуға, сылануға, жігітпен отыруға уақыт жоқ деп мен айтпаймын ғой. Яғни мысалға қыз бала сылануға баланатын болса 2-3 сағат кетеді, жігіттер отырып 3-4 сағатқа кетеді. Уақыт бар. Бұл сол біз уақытты тиімді пайдалана білуіміз керек.
ол бір. Екінші мына коуч дейміз, тренер дейміз. Иә, олар мүмкін, мен ойлаймын, ең дұрысы мықты психолог керек адамға қай жағдайда. Себебі қазіргі балалардың күш ойларында бір агрессиялар өте көп. Он жағдайда психолог мысалы керек деп ойлаймын. Ал банағы тренингтер мүмкін келіп, мен де мысалы өзіме көп бала келіп, ондайлармен барып қатысап қараймын. Себебі тәрбиенде түрі бар екен да. Гуманный тәрбиеде жатамыз, жаңа атеистический, жаңа қатал тәрбиеде жатамыз да. Мысалы мен бір тренингте болдым. Сол айтады. Екі тәрбие түрін айтты. Мысалға мынау жаңа қатал тәрбие, екінші гуманный тәрбие. Гуманный тәрбие сен бақытты да боласың, нәтижеге жетесің дейді. Ал жаңа қатал тәрбиеде сен нәтижеге жетесің, бірақ бақытсыз боласың дейді. Сосын мен сұрақ қойдым, қалай? Себебі ол жерде қаталдық болды, не болды? Сосын мен сұрақ қойдым, онда осы екі тәрбие бар ғой, қатал тәрбие, гуман, ал осын бір біріктіріп бір ыңғайлы тәрбие бола ма десем, жоқ, ол ғылыммен бекітіліп қойған дейді. Ондай болмау керек. Керісінше сол жақтан түйіп алып, содан ол қыз бана сұрақ қойған кезде, ол қыз балаға үндей алмай, сіз өзіңіз қай тәрбиеде болдыңыз дегенде, ол кісі мен айта алмадым, мен гуманный тәрбиеде болдым деп. Түсіндіңіз бе? Сонда қалай ол жаңа айтқандай теориясы бөлек, практикасы бөлек та. Ал мысалы сол екеуін бір жүйеге келтіріп бір тәрбие берсе, онда басқаша нәрсе еді. Сол сияқты банағы тренерлердің өзі шыңдалған, мысалы осындай мысалдармен дәлелдеп өз өміріндегі нәрселер болатын болса, онда айтуға болады. Ал жоқ, оқып келіп сертификат алып, ғылым бейтті, ғылым сөйтті десе, мен өзім оған қарсымын. Себебі әр нәрсені тәжірибеден алған жағдайда ғана теориямен ұштастырып бір нәтиже беруге болады. Ал жаңағыдай таза теориямен жүріп, ол мен оны өзім құптамаймын. Ал практикамен жасасам, мен оны құп. Себебі мен айтамын, мысалы мен бала шағамен отырған кезде мен 100 сөйлем айтсам да, 500 сөз айтсам да, соның 2 сөзі сіздің миыңызға құйып, соны тілге тиек қылып алсаңыз, маған сол жеткілікті. Яғни менің сол 500 сөзімнің далаға кетпеген, керісінше 2 сөзі сол менің жаңағы пайдаға асқаны. Менің нәтижем сол. Солай болып мен бірнеше нәрсе айтсам да, ішіндегі сөздер пайдаға асса, маған сол жеткілікті. Сол себептен болсын, ол да өзінің нәпақасы. Бірақ шынымен кәдімгі идеологиясы дұрыс, жақсы психолог, тәжірибесі бар, тек теорияға сүйенбейтін жаңа коуч тренерлер болатын болса, мен керісінше тыңдауға әзірмін. Соған өзім сұрағым қойып, мүмкін менің де тарапынан не болар, қателіктер болар, кемшіліктер болар, соны түзетуге тырысамын. Ол себебі ешқашанда білім алу кештік етпейді. Бірақ мен ойлаймын, білім алу үшін ең бірінші тәрбие керек. Әл-Фараби бабамыз айтқан бар ғой, тәрбиесі алған білім жаңағы өмірдің қас жауы деген. Мағжан Жұмабаев атамыздың айтқаны бар, бала жас шыбық сияқты дейді. Қалай иіледі, солай бағытталып кетеді. Егер де біз оны уақытында тура жолға салатын болсақ, онда мүмкін бала тәрбиелі болады деген ойдамын. Керемет, өте жақсы. Қазір енді мына соңғы отбасында зорлық-зомбылық туралы заң қабылданып жатыр ғой. Енді заң мәтінімен толық танысқан жоқпын, десе де жаңа әйел адамды қол көтерсе, жаңағыдай басқа да не істесе, арнайы жауапқа тартылады заң аясында деп. Соған енді өткен әлеуметтік желіде қарап отырсақ, енді неше түрлі пікірлер жазылып жатыр. Біреулер қолдап жатыр, біреулер қолдамай жатыр. Жаңа әйел адамдардың өзі бұл қалай болғаны деген сияқты пікірлер айтады. Жалпы өзіңіз осы мәселе төңірегінде таныстыңыз ба, жалпы ойыңызды білдірсеңіз? Жалпы зорлық, зомбылық дегенді өзіміз қалай түсінеміз? Әйеліне дауыс көтеріп бір шапалақ ұрды деген, ол зорлық, зомбылыққа жата ма? Мына біз кішкене сол зорлық ойлаймыз, зорлық, зомбылық, иә. Ол біздің шариғатымызға да қарсы дүние. Ол зорлық, зомбылықты дұрыс түсіне білу керек те. Жанұясында берекетін кетіріп, күнде мысалы жолдасына қол көтеріп, үйдің берекетін қатырша, тыныштық орнатылмаса, міне зорлық, зомбылық деген соны түсінемін да. Ал енді жанұя болғаннан кейін үйде кішігірім жанжал болмай, ол тұрмайды, ол заңдылық нәрсе да. Сондай жағдайда, мысалы бір дауыс көтерілген жағдайда, оны банаға жолдасы келіп, керісінше мені дауыс көтерді, зорлық көрсетті десе, ол енді ол жерде жанұяның берекесі болмайды деп ойлаймын.
Ал енді зорлық зомбылық шынымен де жаңағы үйдің берекесін қашырып, әкесі жаңа ішіп келіп, тағы дасын болатын болса, оған мен қош көрем. Ал енді керісінше жаңағы құрттай дауыс көтерді, бір шапалаға тиіп кетті деп, оның үстіне арызатын болса, оның жанының берекесі болмайды деп ойлаймын себебі. Осындай ара жікті ажырата білу керек та әр нәрсе. Вот соны түсінген жағдайда ғана ол зорлық зомбылықты қолдауға болады. Ал жоқ жаппай бәрін бітті дауыс көтерді зорлық зомбылық, бір шапалақ берді зорлық зомбылық, күнде соғып отыр зорлық зомбылықты бәрін бір жүйеге келтіретін болса, онда керісінше ол бұл жерде отбасының берекесін қашыру болмаса, басқа нәтиже жоқ деп ойлаймын. Өте жақсы. Енді қазір көбінесе жаңа жаһандану деп айтып жатады ғой, жаңағыдай еліктейміз анда мында, батысқа еліктейміз анда еліктейміз деп, сол енді көбінесе байқайтынымыз мынаны кейбір бізге салт дәстүрімізге, таным түсінігімізге сай емес дүниелерді әкеліп қоғамға жаңа тықпалап, ой еркіндігі болу керек деген сияқты мәселелер көп айтылып жатады ғой. Десе де енді жаңа өзіңіз айтқандай ата тәрбиесі, әке тәрбиесі бұл қашанда ұлттың өзегі, мәйегі болып сақталып қала беру керек деп ойлаймыз. Бүгін келіп пікір білдіріп, ой бөлісіп жатқаныңызға рахмет айтамыз. Осы жасап жатқан істеріңіз берекелі болсын, сауаптан болсын дейміз. Отбасыңызға амандық, бақ береке тілейміз. Бүгін енді біздің осы бағдарламамыздың барысында бізді тыңдап отырған, бізді әлеуметтеде көретін көрермендерге, тыңдармандарға айтар тілегіңіз, лебізіңіз болса жеткізсеңіз болады. Жақсы, енді мен жаңадан бері айтып жатырмын, отбасылық ұйық ол шынымен де әкенің рөлі қаншалықты қажет екендігін дұрыс түсіне білу керек. Сосын мен тағы айта кететін соңында түйіндейтін бір сөзім, көненің көзін көргендер жоғалса да, көненің ізін жалғастыратын жастарымыз көп болсын дегім келеді. Тәрбие басу үшін шатты ойлаймын. Сол банағы бұрынғы тәрбиелерінің ізін жалғастыратын жастарымыз көбейсе, алда уақытта әкенің де рөлі, отбасының да берекесі болады деген ойдамын. Рахмет. Өте жақсы, көп рахмет. Пікір білдіріп, ой бөлісіп жатқаныңызға алғыс білдіреміз. Қызметіңіз берекелі болсын, сауаптан болсын, отбасыңызға амандық тілейміз. Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Бүгінгі мереке, отбасы күні құтты болсын дейміз. Баршаңыздың шаңырақтарыңызға тек береке, бақыт тілейміз. Келесі біздің эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Азан радиосында ізгі қоғам.